Материал сілтемесін көрсетіңіз деген жерге не енгіземіз десеңіз, бұл жерге алдымен Google Диск ашып, Google Дисктің ішінде папка создавать етіп, папка құрып алуыңыз қажет болады. Ол үшін алдымен Google аккаунт ашасыз. Аккаунтты сіз телефон арқылы немесе компьютер арқылы құра аласыз. Міне Google Chrome, Google аккаунтқа шетіне барасыз, мына жеріне, оң жақ шетіне. Менде 31 деген аккаунт бар. Осындай аккаунтпен мен сіздерге Google Дискпен, Google папкамен жалпы доступы бар. Қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетейін. Мына жерді бассаңыздар, сіздер добавить аккаунт деп өздеріңіз тағы да аккаунт создавать етсеңіздер болады. Жоқ болса егер. Болмаса телефонмен сақтап аласыздар да, жасап аласыздар да, адресін жазып, логинін жазып, паролін енгізесіздер. Міне создать аккаунт деп басасыздар. Мен сіздерге бар аккаунтыммен көрсете берейін қазір. Бар аккаунтыммен қалай жұмыс. Мына көп точкаға басасыз. Міне диск дегенге басасыз. Диск дегенге барасыздар, сол жақ шетіне өтесіз. Міне создать деп тұр. Көрдіңіздер ме? Создать папку жоғары жағында. Папканың атын бересіздер, мысалы қандай папканың атын бердіңіз, создать дейсіз. Енді осы папканың шетін басасыз, міне 3 точканы поделиться деп тұр. Көрдіңіздер ме? Открыть доступ дегенді басасыздар. Міне. Открыть доступ дегенді барасыз. Доступ ограничен деп тұр. Все, у кого есть ссылка деп өзгертесіз. Сосын читатель деген жерін аласыз да, редактор деп өзгертесіз. Яғни бұл жерде редактировать ете алады, Мне готово деп басасыз. Сосын жаңа поделиться деген жерге қайта барасыз. Копировать ссылканы. Осының ссылкасын, осы папканың ссылкасын копировать етіп, WhatsApp арқылы жіберсеңіз болады. Сосын жіберген кезде, ол ссылкамен кірген кезде, мына папканың ішіне өтеді. Осы папканың ішіне өтеді. Осы папкаға тағы да папка создавать етсеңіз болады, Мысалы, бұл жерде уже енді мұғалімнің фамилиясын жазады, Мұғалім фамилиясын жазады да, аттестацияға өтеді мұғалім. Осы папканың ішіне файл создавать етеді, құжаттарын жүктейді, PDF файлдарын. Ол үшін создать дейді, загрузить файлы дейді. Загрузить файлы дейді, жүктеу үшін загрузить файлыды басады да, міне бассаңыз, қай жерде проводник шығады, қай жерде тұр документі жүктейді мысалға, міне бір документін жүктесін. Міне қазір жүктеледі осы жерде. Міне көрдіңіз, жүктелді. Осылай өзінің құжаттарын әр мұғалім жүктейді. Себебі мысалға әдістемелік құралды, ана ұстазға жүктеу мүмкін емес, кейбіреуінікі 100 бет болуы мүмкін. Сол кезде жайт етсең де жүктелмейді. Сонда бұл Google Дисктің пайдасы 15 гигабайт, қанша құжат жүктеймін десең де, оны жүктей аласыз. Сосын ұстазда материалдың сілтемесін, ссылкасын сұрайды. Сол себепті осындай Google папка ашу керек болады ұстаз платформасына құжатты жүктеген кезде.